Қайырлы күн, құрметті кітапхана оқырмандары. Бүгінгі біздің бейне сабағымыз шахмат партиясындағы айлы тәсілге арналатын болады. Шахмат партиясы кезінде кейбір фигуралар жақсы позицияда тұрып, үлкен кең көлемді алаңдарды басқарып, я болмаса маңызды фигураны қорғай отырып, кейбір кездері біздің мат қоюымызға да кедергі келтіріп жатады. Сондай кезде біз алаңдату тәсілін қолданамыз. Алаңдату тәсілі айласы дегеніміз, ол қарсыластың фигурасын мәжбүрлі түрде орнынан ауыстыруға итермелейміз. Мәжбүрлі түрде қарсыластың фигурасын орнын ауыстыруға итермелей отырып, өзіміздің жеңісімізге жол ашамыз. Қарапайым мысалға алатын болсақ, мына позицияда ақтардың жеңуі, яғни жеңісі екіталай себебі қараларды фигурасының күші мықтырақ және басымырақ. Алайда бұл позицияда ақтар жеңіске жетеді. Оған алаңдату айласын қолданады. Қарапайым фигура уәзірмен патшаға шах жариялаймыз. Патшаның ешқандай баратын ходы болмағандықтан, ол өзінің уәзірімен шахты тоқтатады. Егер де біз қазір өзіміздің уәзірімізді қарсыластың уәзіріне ауысар болсақ, біздің фигураларымыздың күші әлсіз. Сондықтан біз патшаны басқа жаққа ауысуға мәжбүрлейміз, яғни өзіміздің кеме фигурамызбен патшаға тағы шах жариялаймыз. Патша егер мына алаңқайға қашар болса, біз өзіміздің уәзірімізбен тағы да шабуыл жасап, шах жариялайтын боламыз. Сондықтан біздің кемені ешқандай фигура қорғап тұрмағандықтан, патша оңай біздің фигурамызды алып қояды, яғни залалсыздандырады. Осы кезде біз өзіміздің уәзірімізбен қарсыластың уәзірін ала отырып, жеңіске жетеміз. Осылайша біз қарсыласымызды фигурасын мәжбүрлі түрде орнынан қозғау арқылы өзіміздің жеңісімізге жол аштық.